Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 1 және 7 маусымы аралығындағы алғашқы маусым аптасының қорытындысын шығарып, әлемдік қаржы нарықтарының қозғалысына әсер еткен негізгі оқиғаларды талдайтын боламыз. Бұл апта жаңалықтары және Markets Қазақстан YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Алишер Утамбаев, және дәл осы аптада болған жағдайлар қалай болғанын бірге шолып өтейік. Өткен апта экономикалық және геосаяси жаңалықтарға бай болды. Инвесторлардың назары ақш федералдық резервтік жүйесінің саясатына, мұнай нарығындағы жағдайға, әлемнің ірі экономикалық көрсеткіштеріне және қор нарықтарының динамикасына ауды. Алдымен қарай енді Америка құрама штаттарының долларынан бастайық. Апта бойы доллар әлемнің көптеген валюталарына қатысты нығайды. Бұған негізгі себеп ақш экономикасы бойынша жарияланған күшті макроэкономикалық деңгейлер болды, және еңбек нарығындағы жөніндегі статистика ерекше назарға ілікті. Жарияланған мәліметтер Америка экономикасының әлі де тұрақты екенін көрсетті. Жоғары пайыздық мөлшерлемелерге қарамастан еңбек нарығы жаңа жұмыс орындарын құруды жалғастыруда, ал жұмыссыздық деңгейі тарихи тұрғыдан төмен көрсеткіштерге жақындап келе жатыр. Айта кететін болсақ, бұл көрсеткіш 4,2% құраған еді, ал жалпы мамыр айы туралы айтатын болсақ, ол кезде Америка құрама штаттарында 172 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары қалыптасты. Бұл инвесторларды федералдық резерв жүйесінің алдындағы қадамдарына қатысты күтулерін қайта қарастыруға мәжбүр етті. Егер жыл басында нарық қатысушылары 2026 жылы бірнеше мәрте мөлшерлемелер төмендейді деп күтсе, қазір болжамдар әлдеқайда сақ сипатқа ие болуда. Осының аясында доллар индексі апта ішінде 100 пункт деңгейіне жақындап, соңғы бірнеше айдағы ең жоғары көрсеткіштерге көтерілді. Валюта нарығы үшін бұл аптаның маңызды оқиғаларының бірі болды. Соның кесірінен енді еурода кішігірім қысымға қатысты болғанын айта кету қажет. Евро-доллар валюталық жұбы аптаның жалпы басым бөлігінде төмендеу үрдісінде саудаланды. Инвесторларды еуро аймақтағы, әсіресе аймақтың ең ірі экономикасы саналатын Германиядағы баяу экономикалық өсім алаңдатуда. Іскерлік белсенділіктің тұрақтауы жекелеген белгілеріне қарамастан, Еуропа экономикасы ақш-пен салыстырмалы түрде әлдеқайда әлсіздеу көрінуде. Сондықтан Еуропалық орталық банк пен федералдық резервтік жүйесінің саясатындағы айырмашылық еуроға қысым келтіретін негізгі факторлардың бірі болып қалып жатыр. Ал британ фунты туралы айтатын болсақ, бұл жерде жағдай салыстырмалы түрде тұрақтырақ болды. Нарық Ұлыбритания инфляциясының дамыған мемлекеттер арасындағы ең жоғары деңгейінің бірінде қалып жатқанын ескеріп жатыр. Дәл қазір бұл Англия банкінің қатаң ақша несие саясатын ұзақ уақыт сақтауы мүмкін деген ой пікірді білдіреді. Алайда доллардың жалпы нығаюы фунттың өсу әлеуетін шектеді. Аптаның маңызды тақырыптарының біріне айналған, онымен қатар тағы да мұнай тақырыбы болғанын айта кету қажет. Маусым айының алғашқы күндерінде мұнай бағасына бірден бірнеше фактор қолдау көрсетті. Біріншіден, инвесторлар OPEC+ елдерінің өндіріс көлеміне қатысты шешімдерін бақылап отырды. Екіншіден, таяу шығыстағы геосаяси жағдай энергия тасымалдаушыларда жеткізілімге қатысты тәуекелдерді сақтап қалды. Апта соңына қарай Brent маркалы мұнайы барреліне $100 деңгейіне жақындады, ал америкалық WTI мұнайы $90 жоғары бекілді. Бүгінгі жалпы сауда сессиясын нарықта айта кететін болсақ, тіпті $95 деген көрсеткішке жетті, бірақ күннің соңына қарай 92-ге дейін төмендеді. Мұнай бағасының өсуі инфляция мәселесін қайтадан нарықтың басты тақырыптарының біріне айналдырып жатыр. Егер энергия тасымалдаушылары ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қалса, орталық банктер үшін инфляцияны тұрақты түрде төмендету әлдеқайда қиын болатыны сөзсіз анық. Сондықтан мұнайдың қымбаттауы әлемнің ірі экономикаларына жоғары пайыздық мөлшерлемелердің ұзақ сақталуы мүмкін деген пікірді күшейтеді. Онымен қатар келесі біз талқылайтын тақырып ол әрине де Қытайдың экономикасы болып жатыр. Апта бойы қытайлық іскерлік белсенділік пен экономикалық жекелеген секторларына қатысты жаңа статистикалық мәліметтер жарияланды, және нарық Қытай билігінің экономиканы ынталандыру шараларының тиімділігін бағалауды жалғастыруда. Қалпына келуден жекелеген белгілері байқалғанымен, Қытай экономикасы көптеген сарапшылар күткендей қарқынымен өсіп жатқан жоқ. Бұл шикізат нарықтары үшін маңызды фактор болып қала береді. Себебі Қытай мұнай мен өнеркәсіптік металдарды қоса алғанда көптеген шикізат түрлерінің әлемдегі ең ірі тұтынушысы болып саналады.
Және онымен қатар Азия валюта нарықтарына негізгі назар жалпы Жапон йенасына ауып жатыр дәл қазір. Доллар йена валюта жұбы көп жылдық максимумдарға жақын деңгейлерде саудалануын жалғастырады. Бұған басты себеп ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелер айырмашылығы. Америкалық облигациялар кірістілігінің жоғары болуы халықаралық капиталды ақш нарығына тартуда, ал Жапония банкі бұрындағыдай жұмсақ саясатты ұстанып отыр. Осыған байланысты нарық қатысушылары Жапон билігінің ұлттық валютаны қолдауға қатысты мәлімдемелерін мұқият бақылауда. Онымен қатар тағы да келесі айта кететін тақырып ол әрине де қор нарықтары. Қор нарықтарында да қызықты оқиғалар болды. Бірнеше айлық өсімнен кейін инвесторлар технологиялық сектордың болашағына сақтықпен қарай бастады. Жасанды интеллектімен байланысты компаниялар америкалық қор нарығының негізгі драйверлері болып қала береді. Алайда осы аптада көптеген сарапшылар компаниялардың ағымдағы нарықтық бағалануы, олардың нақты қаржылық нәтижелеріне қаншалықты сәйкес келетіні туралы сұрақтар қоя бастады. Соған қарамастан ақштың негізгі қор индекстері аптаны көп айлық максимумдарға жақын деңгейде аяқтады. Алтын нарығы туралы айтатын болсақ, қарама-қайшы факторлардың ықпалында қалды. Бұл нарық бір жағынан геосаяси тәуекелдер мен әлемдік экономикалық белгісіздік қорғаныс активтеріне деген сұранысты арттыратыны бізге мәлім. Екінші жағынан доллардың нығаюы мен америкалық облигациялар кірістілігінің өсуі алтын бағасын әрі қарай көтерілуінің шектеді. Жалпы есебімен айтқанда, нәтижесінде алтын апта соңында айқын бағыт қалыптастыра алмай консолидация кезеңінде қалды. Келесі айта кететін тағы да өте маңызды бір тақырып, ол әрине де криптовалюта нарығы. Ол да жалпы инвесторлардың назарында болды. Биткоин және басқа ірі цифрлық активтер жаһандық нарықтарды тәуекелге деген тәбетін өзгеруіне байланысты жоғары құбылмалық көрсетті. Институционалдық инвесторлардың криптовалютаға қызығушылығы сақталғанымен нарық қатысушылары орталық банктердің саясатын және әлемдік қаржы жүйесіндегі өтімділік деңгейін мұқият бақылауды жалғастыруда. Егер маусым айының алғашқы аптасының қорытындысын шығаратын болсақ, 3 негізгі тұжырым жасауға болады. Біріншіден, ақш экономикасы көптеген сарапшылар күткеннен әлдеқайда тұрақты болып шықты. Екіншіден, мұнай бағасының өсуі әлемдік экономика үшін маңызды инфляциялық факторға қайта айналуда, ал үшіншіден, инвесторлар жоғары пайыздық мөлшерлемелер кезеңі бірнеше ай бұрын күткеннен де ұзаққа созылуы мүмкін деген пікірге жиі келе бастады. Дәл осы 3 фактор алдағы апталарда доллар, еуро, фунт, иена, мұнайдың және алтынның индекстерінің қозғалысын анықтайтын болады. Апта жаңалықтар осындай. Қадірменді көрермен, назарларыңызға үлкен рахмет. Егер Форекс нарығындағы жаңалықтарды жібермей алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркестің Instagram және Telegram парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар біздің YouTube арнамызға жазылып хабарламаларды қосып отырыңыздар. Назарларыңыз үшін мыңда бір рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.